Запись. Мгм. Әртүрлі жерде сатамыз. Ол бізде жаңағыдай магазиндар болуы мүмкін, үлкен тоолар болуы мүмкін, иә, үлкен крупный компаниялар сататын. Одан кейін каспиларымыз бар, жаңағындай онлайн продажамыз бар, иә, соның барлығын қазір сіздерге көрсетіп өтетін боламын. Арасында вот қазір тіркейміз, бізге почта жіберу керек, сол почта арқылы тіркейтін боламыз. Немесе кімге қажет қазір тіркеу тоже айтсаңыздар болады. Жазып жіберсеңіздер болады. И тіркеп бастаймыз. Енді бізде интим код дегеніміз не, иә, нацкаталог дегеніміз не? Бұл бізде жаңағы қазіргі әрбір товардың штрих коды. Интим номер дегеніміз бұл просто штрих код. Әрбір товардың ақпараты, бір товардың, мысалы, мынау зат болатын болса, осы туралы ақпаратты жинайды, осы штрих код, иә. Сондықтан да ол нацкаталогта сіздер қандай товар сатсаңыздар да осы нацкаталогқа тіркелулеріңіз тиіс, иә. Енді бұл міне штрих кодтың суреті тұр. Ол жерден біз код аламыз, национальный код, иә, ол интим номер деп аталынады. Негізі бұл кодтардың бірнеше түрі бар. GT номер және NT номер, одан бөлек тағы да XT номер деп аталынады, иә. Сол бірнеше түрлері бар. Ең бірінші біз осы нацкаталогқа, значит, сіз товармен айналысатын болсаңыз, все, значит, бізде осы нацкаталогқа тіркелуіміз қажет. Енді нацкаталог дегеніміз не? Бұл любой браузерға кіретін болсақ, нацкаталог деп жазсаңыздар, міне мынау national catalog деп тұр, .kz деп, иә. Осы жерге кіресіздер, регистрацияны өтесіздер. Любой қандай товар сатсаңыздар да, сіздің поставщиктарыңыз, я, ең бірінші тіркелу керек кім? Производитель. Сіздер товар шығаратын болсаңыздар, міндетті түрде сіздің товарыңызды сіз шығарғаннан кейін, оны ең бірінші рынокқа сіз шығарып жатырсыз, иә. Сондықтан да бұл нацкаталогты товарды нацкаталогқа тіркейтін сіз боласыз. Ал сіздің товарыңызды басқа біреу жасап шығарып жатқан жоқ қой. Сондықтан да или сіз біреудің копиясын жасап жатқан жоқсыз, иә. Сондықтан да сіз товар шығарсаңыз, ең бірінші сіз тіркеуіңіз қажет. Мысалы, сүт сататын болсаңыз, немесе ет сататын болсаңыз, немесе терезе шығарсаңыз, иә, өзіңіздің брендіңіз бар, иә, бізде терезе шығаратындар да көп, мысалы, немесе стол, мысалы, шығаратын. Значит, стол шығаратындар да көп, иә, бірақ сіз өзіңіздің брендіңізді танытқыңыз келеді. Сондықтан да сол осы нацкаталогта бренд кім шығарды, қайдан келді. Егер сіз импортер болсаңыз, онда тоже ол ақпаратта осы жерде бар, иә. Импортер ретінде сіздің жаңағы қай жақтан алдыңыз, қай мемлекеттен келді бұл товар деген сияқты ақпараттарды жинайды, иә, осы интим номер. Интим номер дегеніміз ол штрих код. Значит, сіз производитель ретінде ең бірінші сіз оны тіркейсіз, және импортер ретінде ең бірінші сіз тіркейсіз. Ал енді сіз импортер болмасаңыз, және оптовик болмасаңыз, бірақ жауапкершілік ең осы товарды сататын компанияға келеді, иә. Сіздің базардан аласыз ба, басқа жерден аласыз ба? Егер сіздің даже оптовигіңіздің өзі штрих кодсыз жіберсе, онда сіздер өзіңіз соларға айтуларыңыз керек, немесе өз еркіңізбен тіркеуіңіз керек. Потому что налоговый келіп сұрайтын болса, жаңа мемлекет келіп сұрайтын болса, онда ол сізден талап етеді, иә. Сіз сатып отырсыз осы товарды, значит, сіз жауаптысыз. Оның арғы 2-3 поставщик бар ма, жоқ па, ол уже әрқайсысы, әрбір поставщик өзі жауап береді. Потому что осы товарды тексеріп жататын болса, онда бірнеше поставщиктар болатын болса, бірнеше продавецтар дейікші, иә. Значит, олардың әрқайсысы өз деңгейінде жауап береді, иә. Мысалы, бір товарды, мына телефонды оптом біреу алып келді, каргомен өткізді делік, иә. Карго дегенім ол біздің официальный емес, кстати. Сіз оны жеке біреудің қалтасына салып жатырсыз. Ол сіз мемлекетке салып жатқан жоқсыз. Сондықтан ол бізде официально тазаланған товар деп саналынбайды.
ол сіз жеке біреудің қалтасына салып бердіңіз, алып кірдіңіз, это значит бұл қалай жаңағы контрабанда дей ма, контрабанда деп ашық түрде солай аталады. Значит, сіз жаңағы көп бізде тиктокта басқа жерде сататын, онлайн сататындар, иә, барлығы айтады ғой карго арқылы өткіздік деп. Ол карго дегеніміз біздің таможня емес, иә, официально. Ал егер де сіздер кәдімгідей брокермен жұмыс жасасаңыздар, пошлина төлесеңіздер, НДС төлесеңіздер, және де таможня сборды төлеп кіргізетін болсаңыздар, вот ол очищенный товар болып саналады, значит, ол таза товар. Енді давайте ең бірінші, вот әрбіріңіз жаңағы нацкаталыққа қалай тіркейсіздер. Ең бірінші давайте осыған тіркеп алайық, одан кейін барып, ары қарай сіздер магазин болсаңыздар да, самый главный товар сатасыз ба? Товар сатасыз ба? Болды, нацкаталыққа тіркеліп қоюыңыз қажет, иә? Нацкаталықпен жұмыс істейсіз. Сондықтан да сіздердің әрбіріңіз нацкаталыққа тіркелулеріңіз қажет. Сіз товар сатасыз, любой товар, қандай товар? Товар деген атауы болса, физический зат болатын болса, услуга емес, иә? Физикалық зат, мында қолға ұсталынатын, иә? Денесі бітімі қатты бітімі бар товар. Потому что товардың төрт түрі бар, почему-то қайта-қайта сұрайсыздар. Сондықтан да товар дегеніміз не? Ол кәдімгідей физикалық мынандай тұлғасы бар нәрсе. Сондықтан да сіздер сол товар сататын болсаңыздар, услуга емес, қызмет емес, товар сататын болсаңыздар, сіздер, значит, нацкаталыққа тіркеп қоюларыңыз керек. ИП, ТО, упрощенка, общеустановленный, неважно, самый главный, товар сатасыз, болды, значит, сіздер міндетті түрде тіркелулеріңіз қажет. Мен мына жерден бір копияны бүйтіп алып алайын да, мына WhatsApp-ты жабайын. А то мешать етіп жатыр маған құлағыма. Так, енді өз нацкаталыққа ең бірінші тіркеліп алайық, сосын сіздерге теория ретінде барлығын айтып беремін. Және доступ ограничений, да, қайтадан. Давайте қайтадан ашып көрейік. Нацкаталыққа қайтадан кірейік. Әрбіріңіз қазір кім товар сатады? Осы уақытқа дейін тіркелмегендер бар ма? Кім тіркелмеді? Айтыңыздаршы. Кім товар сатады және кім тіркелмеді? Плюс тіркелмегендер минус, тіркелгендер плюс қоя салыңыздаршы. Тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде қазір мен отырып тіркеңіздер. Маған сол бір гүлдерді тіркеу керек болып тұр, дейді Айжан ханым. Давайте сол гүліңізді тіркейікші бүгін. Любой компьютерден кіріңіз да, қазір. Мына, нацкаталық деп жазамыз, иә? Нацкаталық деп жазып отырыңыздар. Мені естіп отырыңыздар, телефоныңызға қосып қойыңыз. Енді мені сол заттарды тіркейік. Минус дейді. Қалғандарымыз тоже жазып кетейік. Сіздер, значит, активно отырсаңыздар, тыңдап отырсыздар деген сөз, бір құлағыңыз басқа жақта, басқа жақта емес. Войти деп басамын, енді регистрация деймін. Міне, компанияның данные, бұл юрлицо, ин представителя организации. Значит, сіздерде, егерде ИП болатын болса, ИП өзінің иесі ретінде өзін көрсетеді, Ал мен мына жерде компанияның руководителін көрсетемін. Вот организация. Қазір қарайық мына жерде. Осы бұның бейіні керек және руководительдің бейіні керек. Еще қазір көрейік, ответственное лицо. Мына жерде ответственное лицо деген бар организация. Мынау 1С-кадан ТО-ны қазір тіркейміз. Мынау кісі екен руководителі. Мен осы кісінің данныйын мына аламын, мына жерге қоямын. Бин компании также 1С-ға кіремін да, сабамыз. 1С-ға кіріп, мына компанияның аламын. Так, главная организация. Мына бинін аламын. Нацкаталыққа мені тіркеймін. Наименование организации. Наименованиясын. Значит, сіздерде юрлицо, юрлицо, ИП не бар, бәрлігін тіркейсіздер. Мына осылай тіркеп шығасыз.
имя, Не фамилия. болды, әлі болдым. Болды. Дауыстарыңызды жауып, басып отырсаңыздар болады. Мгм. Все. Енді руководительдің фамилиясы керек екен, мен жауып салдым. Қазір қазақша екен, иә? Қазақша жазып шығамыз онда. Мгм. Енді мейлін қараймыз. Ту мейлін жаңа көрмей қалдым иә мен. Мейлі қандай екенін көрсетпей қалды. Қазір мейлін алып мен шығарып алайын. Компанияның сіздердің имейлдарыңыз болу керек. Сондықтан да почталарыңызды қараңыздар. Так, менің мына жерде почтасын алып алайын. Номер телефона, пока мен өзімдікін қоя саламын. Енді бұл жерге пароль қою керек, иә? Мен мына жерден бұл кісілердің логин паролін, так, мынаны қолданайын и астына қойып қоямын. Так, давайте логин пароль. Орысша болып қалды. Осылай қоя салайын. Паролін таңдаймыз. Согласие. Я не робот дейміз да? Осылай тіркелеміз. Все, подтвердить код. Сіздер қай жерде сатасыздар, неважно, иә? Каспида сатасыздар ма, өзіңіздің магазиніңіз бар ма, оптом сатасыздар ма, әйтеуір товар сатсаңыздар, осылай тіркелулеріңіз қажет. Қазір маған код келу керек. Қазір мен кодын алып алайын. Тіркеле алып жатырсыздар ма? Сіздерде получается тіркелуге? Алло. Почтаңызды тексеріңізші, сізге код подтверждения келу керек. Енді қараңыздар. Енді осы тіркеліп алғаннан кейін, иә, қазір код келеді. Мен кодты подтверждать етемін. И так. Мынау ары қарай өтпей тұр ғой. Пользователь таким уже зарегистрирован дейді. Уже тіркеліп қойыпты бұл компания. Значит, мен қайтадан іздеуім керек. Көрдіңіздер ме? Егер де тіркеліп қойса, компания онда повторно тіркей алмайсыздар. Онда мен қайтадан назад деймін, тіркемеймін. Гость ретінде мұны кіремін, гость деймін. Скорее всего, ол кісілер мұны жерде. Қазір мен қарайын. Мен бұл кісілерді онда мынау жерге тіркеген шығармын. Войти. Так, тіркеліп қойыпты. Табылмай тұр мына жерде. Мынау жерде. Жоқ екен. Мына кісілер ауыстырып салыпты, уже тіркелген екен. Өкінішке орай. Так. Кімді тіркеп берейін? Давайте көрейік тағы да. Онда мынау почтаның өзін енгізіп көрейік. Копировать. Пароль. Сіздер тіркеліп қойыпсыздар ғой. Онда маған қайта жіберіңізші соның логин паролін.
Ага. Так, мынау компания тіркеліп қойған екен. Енді қазір қараймыз. Мына 1С-касы. Бұл кісілерде қандай товарлар бар? Я 1С-када қазір осыған тоқтаймыз. Пока что бірінші мен түсіндіріп кетейін. Я біз не үшін интин кодты аламыз, GTIN кодтың айырмашылығы не үшін тіркейміз деген сұрақтарға жауап беріп кетейін. Я бірінші. Енді қарайтын болсақ, бізде бірнеше код бар. Алдында біраз спорт еттік, я признак происхождения деген бар товардың, НКТ номер бар, код ТНВ деген бар. Оның барлығы не үшін керек деген сұрақ туындады, я? Мұны беттің бәрін сызып салдыңыздар. Так. Енді бұл бізде признак происхождения дегеніміз не? Я признак происхождения ол товардың юрлицолармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, СФ-мен жұмыс жасайтын болсаңыздар, я, НДСник болсаңыздар, вот сол жерде признак происхождения арқылы ол товар қайдан шыққанын білеміз. Сол егерде ол жерде негізі 6 сан бар, я, бізде любой мына реализацияның ішіне кіретін болсақ, мына СФ-да қазір көрсетейін сіздерге, ол не, я? СФ порталына кіріп қарайтын болсаңыздар болады. Мысалы мынау товарымыз біздің, реализациямыз, біз жасап жатырмыз, я, реализация. Осы жерде қарайтын болсақ, міне признак происхождения деген бар. Признак происхождения мына жерде 2 деп тұр, я. Бізде 6-ға дейін признак происхождения болады. Осы признак происхождения бірінші және екінші ол импорттан келген товар деген сөз, я. Значит, мынау импортированный товар. Енді бұл товар туралы ақпарат, міне бұлай СФ-да жүріп отыратын болсақ, мына жерде қарайтын болсақ, декларациямен келген, я, міне декларацияның атауы тұр, я, қандай декларация, ГТД-мен келетін болса, тоже оның номері тұрады. Мынау, скорее всего, ЕАЭС-тан келген товар, я. Вот, так, мына номер, позиция, қаншасыншы орында тұр, даже соны да көрсетеді. Код ТНВ, міне код ТНВ дегеніміз мынау. Товардың коды, международный код болды. Мынау декларацияның ГТД-мен келді ма, ЕАЭС-пен келді ма, соның барлығы осы жерде көрініп тұрады. 2-ні қойсаңыздар, осы данныйларды сіздер енгізулеріңіз керек. Бұл НДСниктарға және ТО-ларға, ИП-ларға, жаңағы юрлицолармен жұмыс істейтін компанияларға қажет. Хорошо? Ал егерде сіздер вот Каспида немесе жеке тұлғалармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, бұл нәрсе сіздерге қажет емес, я? Потому что бұны жаңағы оптовиктар болсын, үлкен компаниялар немесе юрлицолармен жұмыс істейтін компаниялар белгілеу керек признак происхождениені. Ал енді бізде түсінікті шығар, я, признак происхождения мен интим номерді шатастырмаңыздар. Интим номерді қазір айтамын. Енді вот жаңағы код ТНВ деген тоже белгіленіп тұр, я. Бұл товардың, этот код товар номенклатура внешнеэкономическая деятельность дейді. Бұл экспорт, импорттарға қажет. Таможняда любой даже ЕАЭС-тан, немесе басқа елден, Қытайдан даже сатып алсаңыз, код ТНВ-ді міндетті түрде брокерлар шекарада оны көрсетеді. Ал сіз ЕАЭС-тан алсаңыз, өзіңіз көрсетесіз, немесе сол поставщиктардан сұрап алсаңыздар болады. Әрбір товардың код ТНВ-ті бар негізі. Енді бізде GTIN номер және NTIN номер бар, я? GTIN номер дегеніміз бұл международный штрих-код. Міне штрих-код, я? Мысалы, мен қазір мынау помадада, мысалы, штрих-код тұр, я? Осы штрих-кодты қолдана берсем де болады. NTIN номерға осыны да қойсам болады негізі, я? NTIN номер ретінде осы GTIN-ді да қолдансам болады. Оны қалай қолданамыз? Қазір көрсетемін. Бұл международный штрих-код. Бірақ сіз бұны өзіңіздің NATS каталогыңызға енгізуіңіз керек. Және осыны NATS каталогқа енгізіп, NTIN-ға айналдыру керек, GTIN-ді. Егер импортер болсаңыз, я? Импортер болсаңыз, мынау келді ғой импортный товар, я? Бұны битюмания уже приходқа қойып қойған. Қазір көрсетемін, мына жерде картинасын салып қойдым сіздерге, қалай олар NTIN код алды. Енді осындай штрих-кодпен импортпен келген товарды сіз наны NTIN-ға айналдыруыңыз керек. Жаңағындай NATS каталогқа тіркелу арқылы. Так, енді
Бұл штрих-код, мынау GTIN код негізі бізде 5 жылға беріледі. Бұл ақылы, ақылы. Егер де сіздер шетелге шығарып, өзіңіздің брендіңізді шетелге дамытқыңыз келсе, сол штрих-кодпен бүкіл киіміңізді, немесе дизайнерлар, киімдер алады, киімдер шығарады. Сол GTIN номерді алам десеңіздер, алып, оны ақысын төлеп, жаңағы шетелге шығарасыздар, және 5 жылға дейін сіздерге беріледі осы штрих-код. Енді интим код дегеніміз қазіргі біздің Қазақстанның ішіндегі товарларға, бұл национальный номер, штрих-код. Бұл жаңағы СФ-да, фискальный чекта және СМТ-да көрінуі қажет. Одан кейін барып бізде КЗТИН дейді, бұл тоже бізде Қазақстанның маркировка дейді, маркировка, тоже штрих-код, бұл да керек обязательно, жаңағы обувь, табачное изделие, лекарственные средства, соның барлығына біреу бағана жазған сұрақ, медтоварға аламыз ба деп. Медтоварға міндетті түрде сіздер алуыңыз қажет. XTIN номер дейді, XTIN номер ол уақытша берілетін номер, тоже штрих-код. Егер де сіздер әлі интимға тіркеліп үлгермесеңіздер, осы XTIN сіздің товарыңызға автоматты түрде белгіленеді. Сіздер даже штрих-код қоймасаңыз да, жаңағы мемлекет уже сол товарларға XTIN қояды. Сондықтан да сіздер 30 күннің ішінде XTIN номер алуларыңыз қажет болады. Түсінікті ғой, Енді мынау сіздердің сұрақтарыңызға бір тоқтап кетейін. Жаңа подтвердите учетную запись дегенім менің бұрынғы компаниямда. Ол бұрынғы компанияға менің почтамен тіркегенмін, соны ауыстырып алған, потому что мен ол компаниядан уже кеттім. Значит, олар өздерінің почтасына тіркеген. Соған қатысты қазір требование сұрап тұр. Так, клиент баня сатып алды. Признак происхождения қандай болады? СФ выставить нужно дейді. Клиент, так, менде, подождите, мынау өшейін деп тұр екен. Қазір бір минут. Қазір бір 10 минутта өшіп қалуы мүмкін, сондықтан да қайтадан кіріңіздер. Қараңыз, бұл актив, активтар, имуществолар. Имуществоны сіз товар ретінде сатпайсыз ғой, имуществоларға штрих-код керек емес. Ол мемлекеттік регистрацияны талап етеді. И так-то машина, и недвижимость, оның барлығына штрих-код керек емес. Менде GTIN номер болмаса, поставщик жоқ болса, уақытша XTIN номер аламын ба сонда дейді. Қараңыз, тағы да айтамын, егер де сіздерде өз еріктеріңіз, XTIN номер алмай қойсаңыз да болады. По идее, ол автоматты түрде XTIN деп саналады, штрих-кодтар, бірақ сіз егерде товардың уже коды болмаса, онда өзіңіз тіркеп интим номер алып алған дұрыс. Биылға мүмкін штраф келмейді, бірақ все равно мынау товардың движениясын сұраған кезде, соңғы жаңағы налоговый келген кезде, именно мысалы сіздер сатып жатсыздар, товар сатып жатырсыз, бірақ келгені жоқ, товардың қайда келгені белгісіз. Ол последствия неге алып келеді? Сіздің товарды белгісіз жерден алып жатқаныңыз. Ол дегеніміз сіз, значит, дарственно алып жатсыз деген сөз, дарственно. Товардың, потому что шыққан жері белгісіз. Сондай кезде сіздерге дарственно алған товарға тағы да налог салынады. Білесіздер, двойной. Сіз сатқан кезде тағы да төлейсіз, и сізге дарственно келген товарға тағы да налог төлеуіңіз керек болады. Сондықтан да қайта-қайта налогты қараңыздар, XTIN номер алу дегеніміз, ол товарға признак происхождения, товардың пайда болған жерін дәлелдейтін факт емес. Ол просто штрих-код. Түсінесіздер ма? Просто штрих-код.
товардың әрбірінің штрих-коды болу керек деген сөз. Сонда сіздің егерде поставщигіңіз жоқ болса, неофициально сатып алып, ары қарай сатып жатсаңыз, уже жауапкершілік сізге келеді. Осы моментті түсініп алсаңыздар екен. Товарларды, 1000 мелочей, бізде специально аппараттар бар, аппараттар бар, жаңағы қазір бір 5 минутта өшіп қалса, зум қайтадан кірейік, мен қайтадан қосамын зумды. Егерде сізде 1000 мелочей болса, әрбір товарда штрих-код болу керек. Штрих-код бізде, мен де магазинда істегенмін, мен де приход жасағанмын, үлкен магазиндарда істегенмін мен де. Бізде специально штрих-кодты распечатка жасайтын аппарат бар. Соны распечатка жасап, әрбір товарға бізде жаңағындай товаровед бар, және де продавец бар, солардың барлығы сол штрих-кодты печатать етеді. Сосын барып жабыстырады соны. Барлығымызге сондай нәрсе керек уже. Сіз егерде Каспи Пеймен қазір сататын болсаңыз, мен сіздерге қазір көрсетемін. Каспи Пеймен сатудың бұрынғыдай QR-ды сканировать ете салсаңыздар, NTIN номер шықпайды. Сондықтан да сіздер обязательно NTIN номерді все равно алуларыңыз керек. Ол камеральный контроль екі түрлі нәрсені тексереді, штрих-кодты тексереді, товарда просто штрих-код болу керек деген нәрсе, ол бір заң. Товарда, фискальный чекта, СФ-да, немесе товардың өзінде болмаса да, әйтеуір товар сатқан кезде сізде штрих-код болу керек деген ол бір заң. Ол бір заң. Просто штрих-код болу керек деген. Екінші заң, товардың пайда болған жері. Қайдан пайда болды? Ол производство немесе импорт. Егерде белгісіз болатын болса, товардың шыққан жері, жауапкершілік сізде, ол жерде мына сіздің товарыңыздың штрих-код болмағанына бір штраф, товардың пайда болған жері белгісіз болғандығы үшін тағы да бір штраф. Сонда сіздер түсіну керексіздер. Екі штраф екі түрлі. Товардың шыққан жерін дәлелдеу бір бөлек. Ал мынандай штрих-коды болмау, ол тағы да бір штрафта келеді. Түсінікті ма осы жер? Сондықтан да сіз киім сататын болсаңызда, GTIN номермен келсе, жаңа айтып кеттім, біз шетелден товар киімнің бәрін біз Қазақстанда шығармаймыз ғой. Ол Қытайдан келеді, немесе басқа жақтардан келеді. Соның өзінің этикеткасында штрих-код тұрса, соны сіз нацкаталогқа тіркеуіңіз қажет. Нацкаталогқа осы штрих-кодты тіркейсіз, сол кезде бұл NTIN-ға айналады. NTIN-ға айналады да сіз оны сатасыз. Енді білмеймін, енді бұның барлығын ойлап тауып жатқан біздің мемлекет. Оны мен шығарған жоқпын, басқа бухгалтер шығарған жоқ, ол мемлекеттің сондай заңы. Енді сіздер әртүрлі киім сататын болсаңыздар, әртүрлі размерда, онда сіздер әр размерді жеке-жеке тіркеуіңіз қажет. Бірақ егерде GTIN номер алатын болсаңыздар, негізі бұны осылай айтатын, жаңағы әр размерға жеке-жеке аласыңдар деген негізі дұрыс емес. Мен қазір ойлап отырсаңыздар, мен XL-ді бір бағамен, XXL-ді екінші бағамен сатпаймын ғой, по идее. Немесе жаңағы общий мынау бүкіл киімім келген кезде, мысалы, әр размердің өзінің штрих-коды жоқ қой, бәрінің штрих-коды бір, просто размері басқа. Кім киім сатады? Айтыңыздаршы, осы жерде. Бір қазір этикеткаларыңызды қараңыздаршы, әрқайсыңыздың размерлары әртүрлі ма? Әртүрлі штрих-кодпен ба? Киім сатамын. Вот киім сатсаңыз, сізде мысалы мынау кофта делік. Осы кофта келген кезде этикеткада бір штрих-код қойды. Ол XXS болса да, MK, LK болса да бір штрих-код. Сондықтан да, бірақ біз жаңағы осы нацкаталогтың УГД жаңағы налоговый органнан келді, осының разработчиктары келді, және де тоже госорганнан бірнеше адамдар келіп интервью берді, сол кезде олар айтады, әрбір размеріне ал деп. Негізі дұрыс емес. Бір киімнің бір штрих-коды, былай қарап отырсақ, бір штрих-кодына достаточно. Егерде біреу GTIN номер біреу келетін болса, соны біреу, потому что бір бағамен сатамыз барлығын. Ал енді біз посудаға келетін болсақ, посудаға,
мысалы жаңағыдай литрмен сататын, миллиграммен сататын, я миллилитрмен сататын, онда олардың мысалы салмаққа қарайтын болсақ, я әртүрлі салмақта болатын болса, онда оларға бағасы әртүрлі, я. Сондықтан да әртүрлі штрих-код алуларыңыз қажет болады. Енді тоже айтып кеттік алдында, я картина салатын болсаңыз, әрбір картинаңызға жеке интим номер алуымыз керек. Одан кейін тағы да неофициальный келген товарды да жаңа айтып отырмыз, базардан сататын болсаңыздар, уже түсінікті шығар, базардан келген товар болса да, гүл болса да, мысалы, сіздер оларға интим код алуларыңыз қажет. Нац каталогқа тіркейсіз. Потому что сіз мына товарды алып келіп тұрып, егерде нац каталогта коды болмаса, мына товарды сіз сатып тұрсыз, просто жауапкершілік сізде. Кодын тауып алсаңыз нац каталогта өте жақсы. Ал егерде таппасаңыз, онда өзіңіз тіркейсіз. Овощи сатсаңыздар да сіздер тіркеулеріңіз қажет. Енді мен қазір мына жерден так, давайте мынаның паролін көрейін. Мынаған қазір қарайық, бізде паролі қандай болады? Бір минут. Мен трубканы алмасам, папаға звондаш, пожалуйста. Так, мына жерде код, пароль дейді, мен қазір паролін енгізіп, мына жерде қарайық. Сіздің овощи, давайте вот овощиларды көрейік, Дұрыс емес қой, кірмейді ғой мынау. Логин парольдарыңыз дұрыс емес. Хорошо, мен действующийға кірейін қазір. И осы жерден каталог